Азамат саған бірдеңе айтайын деп келдім бар ғой. Иә, айта бер. Мына жек деген пісте, жек деген құрт, жектің сырлары, әр түрлері бар осының. Иә, білем ғой, пістесің, құрты бар екен. Енді маған айтайын деп жатқаныңды айтсай. Айтайын деп жатқаным мынау ғой, қара. Мына жектің бар ғой пістенің, магазиндерде ғой, килограмдап сатамыз. Мына құрттың неше түрлісі бар, сырдың да неше түрлісі бар. Бекзат, жек өнімдері зор. Магазиндерді көріп жүрміз. Мына сырын, пістесін шағып, құртын жеп жүрміз. Енді маған айтайын деп жатқаныңды айтсай. Азамат саған айтайын деп жатқаным мынау. Мына жек Қазақстанда кез келген магазинге, кез келген жерге жеткізіп береміз, килограмдап сатамыз. Құрттың неше түрлісі бар, бұны да жеткізіп береміз, сырдың да неше түрлі, оны да Қазақстан бойынша жеткізіп береміз. Бекзат, түсіндім. Қазақстан бойынша барлық магазиндерге жеткізесіңдер, килолап сатасыңдар. Құртында, пістесінде базар жоқ, дәмді. Енді маған айтайын деп жатқаныңды айтсай. Қойшы. Иә, Бекзат. Ау, Яғни құрт пістесін тастап кетсей. не істейсің мұны? Иә, дәмі зор шаққанға, құртын жегенге зор ғой, тастап кетсей. Дәмі жақсы шағасын, иә? Енді саған айтып жатқан жоқ ма? Мына жек деген пісте, мына жек деген құрт, мынау сыр, неше түрлісі бар, Қазақстан бойынша дүкендерге жеткізіп береміз. Жоқ, базар жоқ, оны түсіндім. Құрты да, пістесі да, сыры да әдемі. Енді маған айтайын деп жатқаныңды айтсай. Қойшы, түсінбейді.